Баршаңызға қайырлы күн, қыздар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге өте дәмді, қазіргі кезде хит болып жатқан ыстық тағамның бір түрі маклюве деп аталынатын тағамның рецебімен бөлісемін. Ыдысыңызды төңкерген кезде мүлде асты жабысып қалмайды, сол күйі түседі және өзінің формасын нық ұстап тұрады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, каналыма жазылып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал енді бісміллә деп ең алдымен сіздің табағыңызға 2 ас қасық сұйық май құйып, лазер немесе кез келген күрішті пайдалансаңыз болады. Жақсылап жуып, күрішімізді орташа отта 5-10 минут қуырып алатын боламыз. Біздің күрішіміз шашырап, езілмес үшін міндетті түрде алдын ала қуырып алыңыздар. Мен осы кезде лазер күрішін пайдаландым. Міндетті түрде сол күрішпен жасасаңыздар, ірі езілмей түседі. 5-10 минут өткеннен кейін жақсылап қуырылғаннан кейін, майы жинақталып бастағаннан кейін міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Біздің суымыз күріштен сәл асып тұруы керек, және осы кезде дәміне қарай тұз саламыз және куркума салатын боламыз. Мінекей қыздар, 1 ас қасық куркума салыңыздар. Кез келген супермаркетте немесе магазиндерде сатылады. Міндетті түрде алып пайдаланыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, орташа отта 20 минутта толықтай пісіп шығады. Оған дейін біз сұйық майымызды молырақ құйып, осы кезде картоп, сәбіздеріңізді жақсылап домалақтап турап алыңыздар. Үлкен болса 2 бөлікке бөлуге болады. Мен осы кезде баклажан пайдаландым. Егер сізде баклажанды ұнатпаған болсаңыз, тәтті бұрышпен алмастыруға болады. Біздің қызып тұрған майымызға ең алдымен сәбізімізді жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Мен барлығын толық бірден салып, жақсылап тұрып қуырдым. Шамамен 5-7 минуттай жақсылап қуырылып шықса болды. Пісу маңызды емес, қыздар, жақсылап қып-қызыл болып қуырылып шықса жеткілікті. Осындай сүзгішпен жақсылап тұрып алып, яғни майын кетіріп, сорып алсаңыздар, өте жақсылап сілкіп, барлығын шетінен қызып тұрған майға осы көкөністеріміздің барлығын қуырып алатын боламыз. Картопты да дәл солай қуырып алыңыздар. 5-7 минутта толықтай сап-сары қып-қызыл болып қуырылады. Және тәтті бұрышыңыз немесе болгар бұрышын немесе жаңағы мен сияқты баклажанды да дәл осы видеодағыдай барлығын шетінен қуырып аласыздар. Барлығын қуырып болғаннан кейін 2 ас қасық сұйық майға майда етіп, чұқа етіп туралған етімізді қуыратын боламыз. Еттің формасы енді өзіңіздің қалауыңыз, кез келген ет болады. Мен бұл жерде жылқының етін пайдаландым, жылқының төс етін пайдаландым. Жақсылап тұрып, орташа қалыңдықта жіңішкелеу қылып, етімнің барлығын турап алып, жақсылап жуып, қызып тұрған майға суы шыққанша қуырып, одан кейін сәл ғана суымызды құйып, орташа отта 20 минуттай бұқтырып, етті толыққанды пісіріп алуымыз керек. Ет толық пісіп шығу керек. Осы кезде дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосуға болады. Бетін жауып шамамен 20 минутқа бұқтырып қоясыздар. 20 минуттың ішінде біздің етіміз міндетті түрде толықтай пісіп шығады. Ал енді қыздар, жинақтайтын боламыз. Міндетті түрде асты жабыспайтын табаңызға 1 ас қасық сұйық май құйып қойыңыз. Себебі біз қазір чұқа етіп туралған пиязымызды қоямыз. Пияз жабысып қалмас үшін сұйық май құю міндетті. Одан кейін екінші кезекте біз қуырылған, дайындап қойған сәбізімізді қоямыз. Жақсылап тұрып орналастырыңыздар. Шет-шетіне барлық жеріне тию керек. Осы кезде сіздердің орналастырғандарыңызға байланысты түседі. Төңкерген кезде әдемі болып шығу үшін, сол үшін жақсылап барлық шетіне тигізіп орналастырыңыздар. Ендігі кезекте біздің пісіп, дайын тұрған етімізді орналастырамыз. Етті шетіне қарай ысырып, дәл видеодағыдай орналастырып шығыңыздар. Барлығын қойып болғаннан кейін келесі кезекте баклажан. Сізде баклажан болмаған жағдайда тәтті бұрышты да қоюға болады. Кез келген өзіңізге ұнайтын көкөніс түрін пайдалансаңыздар болады, қыздар. Одан кейін барып картопымызды орналастырамыз. Бұл жерде менде картопты 2 қатар қылып орналастырдым. Және қолдарыңызбен басып жеріңіздер. Тығыз орналасқан сайын өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Біздің алдын ала пісіріп қойған күрішімізді сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, жай отта өте әдемі болып пісіп, шашырап тұрып піседі. Міндетті түрде осы лазер күрішін алып пайдаланыңыздар, қыздар, кеңес етемін. Жақсылап бір араластырып жібересіздер де ыдыстарыңызға орналастыратын боласыздар. Ендігі кезекте қараңыздар, біздің күрішімізді орналастырып жатқан кезде міндетті түрде ортасына келген кезде қасықтың көмегімен жақсылап тұрып басып жіберіңіздер. Басқан дұрыс, тығыз болып орналасын. Жай ғана орналастыра салсаңыздар, ол ыдысыңызды алған кезде шашырап кететін болады. Сол себепті видеода көріп тұрғандарыңыздай қолдың бар күшімен қасықпен жақсылап тұрып басып орналастырасыздар.
Барлығын жақсылап тұрып орналастырып болғаннан кейін міндетті түрде еттен қалған біздің суымыз міндетті түрде еттен қалады. Еттен қалмаған болса қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Кішкене куркума араластырып жесеңіздер де болады. Бетін жауып 20 минутқа бұқтырып қоясыздар. Өте баяу отқа қоясыздар. Ыдысымызға төңкереміз, асықпаймыз. Және алатын кезде қасықпен ұрғылап алсаңыздар да болады. Ұрғыламасаңыздар да дәл осы видеодағыдай тап-таза барлығы толыққанды түсетін болады. Пиязымыз ешқандай күйіп кетпейді. Орташа отта пісіресіздер, қыздар. Өте әдемі, керемет маклюве болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Ең дәмді рецептердің бірі. Тағамның жанына өзіңіз ұнататын кез келген салат түрін пайдалансаңыз болады. Мен сияқты свежий салат пайдалансаңыз да, не болмаса сәбіз салат пайдалансаңыз да, ол енді өздеріңіздің қалауларыңыз. Егер отбасыңызда айранды ұнатпайтын жан болса, айран қоспай-ақ дәл осы видеодағыдай салатпен ұсынсаңыздар да болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңыз. Бірақ рецепт бойынша айранмен жасап көрсеңіздер өте дәмді шығады. Және каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде осы каналдың дамуына үлес қосып, каналыма жазылып қойыңыздар. Келесі видео рецепте кездескенше сау болыңыздар.